Амантай Самарханұлы Қабылденов. Қалың елін, туған жерін бермеген жауға бабамыз, келешек ұрпақ намысты қорқап, бабалардай болармыз. Амантай аға өсиетінен. Ел есіндегі еңселі ер ағаның жүріп өткен өнегілі жолынан келешек ұрпаққа естелік. Амантайдай нартұлға қазақтың маңдайына біткен темір қазық жұлдызы. Жері жаннат, суы бал, жусанның жұпар иісі аңқыған, айдынында аққуы таласа жүрген ақсудай киелі де қасиетті мекеннің арынды перзенті. Балаң жастан жер ана қойнауындағы қазынаның қадірін біліп өскен, кеншілер әулетінің үміт артқан қарасы. Өнегілі өмір жолында аласармас арманымен, мұқалмас мақсаттарын елінің ертеңіне, халқының мүддесіне жұмсаған ұлт жанашыры. Қазақ алтынының алып қамалын салған алтын адам, шежіреден сыр шерткен шежіреші. Отағасын патша көріп, хан сарайында патшайындай ғұмыр кешкен алтын апаның алтынға бергісіз жолдасы. Жомарт жүректі Амантай ағаның шаттығы мен берекесі жарасқан отбасынан үзік сыр. Ұлықпан ұрпағымен мың жасаған демекші, Амантай ағаның сарқылмас алтын қазынасы отбасы. Алтын асықтай ұл-қыз тәрбиелеген алтын құшақты Амантай аға мен алтын құрсақты алтын апаның жанұясында Гүлмира, Алмагүл, Рабиғадай үш қызы, Ерлан сынды өр ұлы бар, және олардан өрбіген үрім бұтақ немерелері, шөберелері бар. Менің 80 килограмм алтыным бар, ол үйдегі алтын жеңгелерім. Амантай ағамен алтын ғұмырын өткізген алтын апамыз. Әкеміз бізді кішкене кезімізден бастап еңбек етуге, кез келген тірлікті дөңгелетіп әкетуге баулады. Балашақтан жадымда қалған естелік өте көп. Әкеміздің сан қырлы талабымен біздер сабағымызды жақсы оқыдық. Ол бізге әрдайым: «Қызым, жағдайың барда оқы, үйрен, сен ең жақсы маман болуың керек» деп өсиет айтатын. Мен бүгінде сол әкемді ойлап толғанамын. Бала күннен алғырлық танытып, білімге деген ынтасын бірден екінші сыныптан бастап, Қазнияздай немересін Амантай аға қолына алғанда, осы немерем алғыр, айтқанды тез ұғат деп әркез еркелетіп отыратын. Атасының саф алтындай ақылын тыңдап өскен Қазнияз ешкіммен кем болмады. Бүгінде қатарының алды. Қазнияз ата жолынан асқақ арманына қол жеткізер жолды дұрыс таңдай алды. Атасының сенім артқан қарасы, көзінің нұры болған немересі Қазнияз бүгінде Америкадағы Мэдисон университетінде инженер-энергетик мамандығының білім алушысы. Әкем әрқашан маған асқар таудай нар тұлға болып көрінетін, және өмір бойы жүрегімде сол аласармас биік тұлғалығымен қала береді. Ағаға құрметті, ініге ізетті болып білген Амантай ағаның екінші отбасы. Ол қызметі мен ұжымдық ортасы. Өресі биік, өлшемі жоғары, өмірі тағылымға толы нар тұлға. Амантай ағаның төбесі көкке жеткен сайын жан жағына деген кіші пейілдігі де арта түсті. Амантай аға отбасына, балаларына қаншалықты жанашыр болса, жұмыстағы ұжымына да сондай жанашырлық танытатын. Ағаның жүрегі ылғи да қызметтестермен бірге соғатын. Білек сыбана кіріскен істе мен бастықпын демейтін. Бізбен бірдей маңдай тер төгіп, жастарға аға орнына аға, әке орнына әке болып, қолдан келген көмегін аямайтын. Амантай аға қызметтегі жолын көрсетушіден бөлек ұстаз. Біз өзімізді Амантай ағаның шәкірттері ретінде сезінеміз. Буырқанған өмірдің толқынында шыңдалған Амантай Қабылденов жайлы үзік сыр немесе асылдың сынығы. Амантай аға жайында игі жақсылардың естеліктері. Амантай мектепті өте жақсы оқыды. Жоғары оқу орнында үздік бітіріп, кандидаттық диссертация қорғады. Ол барлық іске өте ұқыптылықпен, жауапкершілікпен қараушы еді. Туған туысқандарына, дос жолдастарына, ауылдастарына ықылас пейілі өте жоғары болатын.
Амантай бауырымның артында қалған бала шағасы аман болсын. Амантайдай ұлын ұмытпай ұлықтайтын халқының жақсы заманы туса екен деп тілеймін. Амантайдай азаматтың есімін тек оны білетіндер ғана емес, бүкіл қазақ жұрты болып ұлықтауға лайық деп ойлаймын. Себебі Амантай жігіттің жайсаң еді. Елінің болашақ қамын қалаған Амантайдай азаматты қалай дәріптесек те, ол соған лайық. Өйткен Амантай рухы биік жан еді. Амантайдың өмір жолы еңбекке, ғылымға, мәдениетке деген көзқарасы қазіргі жастар ұстанатын айқын бағыт. Амантай жалған сөйлеп, алқынбаған жан еді. Сондықтан мен Амантайдың бала-шағасына амандық, еңбектеріне жеміс тілеймін. Әкелерінің есімін ардақтап, жақсы іс жалғастырады деген сенімдемін. Я хочу сказать, жизнь не кончается, и после Амантая Самархановича дело продолжает его сын Ерлан. Халқының бақытына туған азаматтың ақтық сапарынан бұрын. Әкеміз қайтарынан 3 күн бұрын мен, Амантай әкем, Ерлан үшеуміз алма ағашын отырғыздық. Сонда әкем кейін немерелерім алмасын жегенде мені есіне алады деп айтқан еді. Ағатайым Ақсудан келген соң Астанаға соқпай бірден Ақсудағы туған туыстарына жол тартыпты. Әрқайсынан амандық, саулық сұрасқан. Қазір ойлап отырсам, ағатайым бәрімен қоштасуға барған сыңайлы. Сол жолы ағамның жүрегі кенеттен сыр беріп, бір сәтте тоқтап қалды. Алтын ұлына Шәрбан ананың айтқан алғысы. Алып та, батыр да, хан да, қара да асыл анадан туады, халық даналығы. Баламның менің көңілімді бағып, қабағыма қарағанда өзімді дүниедегі ең бақытты анамын деп ойлаймын да. Аллаға Амантайдай ұл сыйлағанына мыңда бір шүкіршілік қыламын. Мына жалған тірлікте бірін-бірі қадірлеп, қамқорлық танытып жүргенге ештеңе де жетпейді. Ұрпағыма сана берсін деп тілек қылып отырамын.